Әннің шығу тарихы адамның көңіл күйін дауыс дыбыстарымен білдіруге деген ұмтылысымен байланысты. Жалтыр ауылдық мәдениет үйінің музыкалық жетекшісі Светлана Песоцкая осылай дейді. Әнші еңбек жолында кәрі жас демей өнері бардың бәрін орындаушылыққа тәрбиелеген. Басты талабы тәртіп. Я всегда старалась быть в поиске. Мен әрқашан ізденісті тоқтатпауға тырыстым. Репертуарды таңдауға өте мұқият қараймын. Ұжымға ұнайтын қызықты әндерді таңдауға тырысам. Ұжыммен жұмыс істеуде барынша әдепті және ұстамды болуымыз керек. Шығарма дайын болған кезде бәрін эмоционалды түрде толық ашылуын талап етемін. Мәдениет саласында 40 жыл жұмыс істеген Светлана өнер әлеміндегі адам үшін ән әрдайым жүректе бірге өмір сүру керек деп санайды. Сонда көрермен мен тыңдаушыға негізгі идея жетеді. Пандемия уақытында вокалистер үшін дайындық жүргізу қиынға соққан. Бірақ Жалтыр ауылдық мәдениет үйі ән айту сабақтарын онлайн форматта жалғастырыпты. На сегодняшний день Бүгінгі таңда мен нөмір 2 мектептің мұғалімдерінен құралған Еликай әйелдер ұжымымен жұмыс істеймін. Сонымен қатар сол мектептің балалар хоры да менің жетекшілігімде. Виват тобында жоғары сынып оқушылары жиналған. Сондай-ақ Астрахан мен Жалтыр мәдениет үйі қызметкерлерінің базасында құрылған квинтент те бар. Мәдениет үйіндегі музыка бағытындағы ұстаздардың ерекше шығармашылық тәсілінің әрі қатаң тәртіптің арқасында ауданның вокалистері облыстық республикалық конкурстарда жүлделі орындарға ие болып жүр. Мәдени бұқаралық іс-шаралардан да қалмайды. Айсәуле Сезбек, Александра Гауырт, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.